Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Диана. Бүгін сіздермен қазіргі таңда хит болып жатқан осындай блини торттың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналыма лайк басып, комментарий жазып, қолдауларыңызды күтемін. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз осылай 2 жұмыртқамызды. Одан соң үстіне қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Барлық заттардың өлшемі, құрамы описаниеде жазылып тұр видеоның астында. Жұмыртқамыз бен қантымызды араластырғаннан кейін үстіне жақсылап 1 литр сүтімізді құямыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, үстінен жарты шай қасық содамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Өте оңай рецепттердің бірі, және қазіргі таңда осы блини торт хит болып кетті. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ең маңызды араластыру болып табылады. Түйіршіктер қалмау керек. Міне осылай бізде осындай қоюлықта масса дайын болу қажет. Келесі кезекте блиніміздің массасы дайын, пісіретін боламыз табамызға газге. Тавамыз қызғаннан кейін май жағамыз, және үстінен осылай массамызды осылай бір келкетіп құйып, 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Осылай қызарғанын қарап отырамыз. Өте тез дайындалатын торттардың бірі, сіздер де жасап көріңіздер. Және дәмі де өте керемет. Осылай 2 бетін қызартып жақсылап пісіріп аламыз. Табамызды тағы да майлаймыз. Қызып тұрған табамыздың үстінен тағы да массамызды құямыз. Осылай бір келкетіп құйып, тағы да 2 бетін жақсылап пісіріп алатын боламыз. Маған осылай қолмен алған ыңғайлы, сіздерге қалай ыңғайлы болса, солай пісіре берсеңіздер болады. Осылай 2 бетін пісіріп алдық. Барлық блиниларымызды осылай пісіріп аламыз. Келесі кезекте біз кремімізді дайындаймыз. Ол үшін бізге салқын сливки қажет. Салқын сливкиді құйып аламыз, және миксеріміздің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу қажет. Сливкиіміз осылай қоюланғанша жақсылап араластырамыз. Және оның үстінен творожный сырымызды салып аламыз. Ең бастысы, кремін жасаған кезде сливкиді, творожный сырда бізде салқын күйде болу қажет. Сол кезде креміміз идеальный болып шығады. Біз творожный сырымызды салдық, және миксердің көмегімен сливки мен творожный сырымыз біріккенше, бір қалыпқа енгенше жақсылап миксердің көмегімен бірінші жай жылдамдықта, одан соң қатты жылдамдықта жақсылап араластыратын боламыз. Өте оңай кремдердің бірі. Және осындай деп деген фирманың
сгущенкасын дәміне қарай құямыз. Сіздерге тәтті қатты ұнаса көбірек саламыз. Тәттіні қатты қалай бермесеңіздер, дәміне қарай сгущенкамызды саламыз. Мен өте көп мөлшерде қостым, себебі біздің үйдегілер тәттіні қатты жақсы көреді. Міне біздің креміміз дайын болды. Осындай қоюлықта болу қажет. Өте жылтыр, нәзік. Келесі кезекте тортымызды жинаймыз. Бізге ол үшін крем, банан, жаңа пісірген блиниларымыз және кольцо қажет болады. Ең алдымен осылай шетіне блиниларды қойып шығамыз. Осылай барлық примерно 5 штуктай блини кетеді шетіне қойып шығуға. 5 или 6 сіздің жасаған блини торттарыңыздың көлеміне қарай қоя бересіздер. Міне осылай барлығын қойып шығамыз. Осылай қойып шықтық және астына тағы да бір блиниді қойып, осылай қойып, келесі кезекте кремімізді жағатын боламыз. Маған қасықтың көмегімен жаққан ыңғайлы кремді. Осылай барлық шет-шетіне кремімізді жағып шығамыз. Және оның үстінен бананымызды қоямыз. Мен арасына банан қостым. Сіздер өз қалауларыңызша не қосқыларыңыз келеді? Клубника қоссаңыздар болады. Кез келген жеміс-жидекті қоссаңыздар болады. Бананымызды қойып, үстінен тағы да блинімізді қоямыз. Оның үстінен тағы да кремімізді жағып шығатын боламыз. Бір жасағынан шығатын блини торттардың бірі шықпай қалады деп уайымдамаңыздар. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бірінші қабатқа банан қойғаннан кейін, екінші қабатқа крем жаққаннан кейін қоюдың қажеті жоқ болады. Себебі блинилар бізде жұқа болғандықтан банан, әр кожыға банан салған сайын банан көп болып, дәмі онша емес болып қалуы мүмкін. Сол себепті банан, крем, сосын бір кожыға емес, 2 кожыдан кейін банан салып отырсаңыздар, солай дұрысырақ болады. Бананы көп болып кетсе де, тортымыздың дәмі жақсы шықпай қалуы мүмкін. Барлық кождарымызды жинағаннан кейін бізде осылай ең соңында бетіндегі блиниларымызды осылай қойып шығамыз. Ең соңында оформлениемізді жасайтын боламыз. Осылай барлығын өз қалауларыңызша жасайсыздар енді оформлениесін. Осылай қойып шығамыз. Осылай жинап шығамыз. Келесі кезекте бетіне қалған кремімізден оформление жасайтын боламыз. Кондитерский мешокқа кремімізді саламыз. Өзіңізге қалаған формада насадканы саламыз. Және
осылай бетін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Міне мен осылай жасағым келді. Ортасына кремді жағып, оның үстінен мен қазір бөлінген клубникаларды осылай қойып шығатын боламын. Дөңгелек етіп. Сіздер өз идеяларыңызбен жасасаңыздар болады, немесе осылай мен сияқты жасасаңыздар да болады. Міне біздің блини торттарымыз дайын болып қалды. Менің парақшамда осындай пайдалы видеолар өте көп болады алдағы уақыттарда. Сол үшін парақшама тіркеліп аламыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Және міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менің YouTube парақшама тіркелсеңіздер өте керемет болар еді. Міне бізде осылай клубникаларымызды қойып шықтық. Келесі кезекте мен осындай бетіне корждардың үгітілген түрін сеуіп шықтым. Кішкене әдемілік берсін деп. Міне біздің блини тортымыз дайын болды. Холодильникке бір түнге қалдырып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып қолдау білдіреміз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай рецепт. Сау болыңыздар, ас болсын.